Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу сабағымызды бастайық. Сабақтың тақырыбы жаңбыр. Сабақтың мақсаты өз ойың мен сезіміңді көркем бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізу. Балалар, жаңбырдың түрлері өте көп екен. Ақ жаңбыр, боз жаңбыр, қара жаңбыр, бұршақ жаңбыр, қарлы жаңбыр, будақ жаңбыр, өткінші жаңбыр, соқыр жауын, сылбыр жаңбыр. Ақ жаңбыр бір қалыпта толассыз ұзақ жауады. Боз жаңбыр жаңбырдың баяу жауатын түрі. Қара жаңбыр тек күзде ғана жауатын қалың жаңбыр. Бұршақ жаңбыр күннің суығынан су тамшыларының кішігірім бұршаққа айналып жауы. Қарлы жаңбыр ерте көктемдегі қар аралас жауын. Будақ жаңбыр жаңбырдың төгіп жауы. Өткінші жаңбыр аспан бұлттанып тез жауып өтетін жаңбыр. Соқыр жауын күн көзі шығып тұрғанда жауатын сақ тамшылар. Сылбыр жаңбыр желсіз күні жауатын жаңбыр. Балалар, жаңбыр туралы видеоны тамашалаңыздар. Жаушы жаңбыр, жауа түсі, жаушы жаңбыр, естімеген адамзат ән шығар бұл. Періштелер қондырған қанатымен, о құдірет, тамып тұр, тамшыдан нұр деп, айналана жұпар еске бөлетін жаңбыр сырын жырлаған қалқаман ақын. Табиғаттың ерекше құбылысы жаңбыр мен найзағай туралы сіз не білесіз? Қызықты мәліметтер сіздердің назарларыңызға. Бәріміз үшін көктемгі жаңбырдың әсері ерекше. Қолымызға қолшатырымызды алып, романтикалық күйге бөленіп, көңіл күйімізді жайлана түседі. Ал сіз осы жаңбырдың қалай пайда болатынын білесіз бе? Жаңбыр тропосфера қабатында алдымен мұз қалпында болады. Кейін жер бетіне жақындаған сайын еріп ұсақ тамшыларға айналады. Бір қызығы, жаңбырдың да бірнеше түрі бар. Ендеше атап өтсек, ақ жаңбыр бір қалыпта толассыз ұзақ жауады. Боз жаңбыр жаңбырдың баяу жауатын түрі. Қара жаңбыр тек күзде ғана жауатын қалың жаңбыр. Ал бұршақ жаңбыр күннің суығынан су тамшыларының кішігірім бұршаққа айналып жауы. Қарлы жаңбыр ерте көктемдегі қар аралас жауын. Будақ жаңбыр жаңбырдың төгіп жауы. Өткінші жаңбыр аспан бұлттанып тез жауып өтетін жаңбыр. Соқыр жауын күн көзі шығып тұрғанда жауатын ұсақ тамшылар. Сылбыр жаңбыр желсіз күні жауатын жаңбыр. Ал будақ жаңбырлы күндері аспанда найзағай жиі жарқылдайды. Ол бұлт пен жер арасында болатын ұзындығы бірнеше шақырымға жететін электрлік ұшқынды разряд. Найзағай табиғи құбылыс. Оның жарқылы үлкен разрядты токпен тең. Температурасы 300 000 градусқа дейін жетеді. Бұл дегеніміз күн аймағындағы температурадан 6 есе жоғары. Найзағай адамға түссе, оның соңы өлімге алып келуі мүмкін. Жыл сайын әлемде найзағайдың кесірінен 3000 адам қайтыс болады екен. Естеріңізде болсын. Жасын бей ғимараттарға және жылтыр заттарға түседі. Ең дұрысы, жаңбырлы күндері күн күркіресе, сыртқа шықпағаныңыз дұрыс. Енді балалар, оқулық пен жұмыс. Оқулықтан жаңбыр, нөсер, өлеңдерін түсініп, мәнерлеп оқып шығыңдар. Бірінші тапсырма. Жаңбыр сөзіне қатысты 5 сөз ойластыр. Екінші тапсырма. 2 өлеңді салыстырып оқып, кестеге тиісті өлең жолдарын тауып жазыңдар. Жаңбырдың алдында, жаңбыр жауып тұрғанда, жаңбырдан соң. Үйге тапсырма. Өлең жолдарын қара сөзге айналдырып жаз. Бірінші, жаңбырға қатысты. Төмендегі үлгі бойынша жаңбыр себелеп жауды, жаңбыр құйып жауды. Екінші, бұлтқа қатысты. Үшінші, тамшыға қатысты. Төртінші, шыққа қатысты. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.